алдында 13,6 деп берді ғой маған, эндометрия өте қалың деп. Сөйтті дағыны, одан кейін енді сіз өзіңіз жібердіңіз ғой дедім да. Қараңыз алдындағысын, действительно алдындағысын қарады. Иә, сіздікі 13,6. Жоқ, мына жерде сіздікі жаңа неге жібердім ғой, УЗИ-ға қайталады. Соны қайтадан жүрсек ешқандай биопсияның қажеті жоқ деді. 5,6 нормада тұр дейді, қазір неңіз дейді, эндометрияңыз. Сөйтіп УЗИ-ға бардым, түстім. Сосын қарап дағына. Кім айтты сізге деді ше, сіздің неңіз бар деп. Бірақ мен оның эндометриозға көмек түсетінін онша сенбедім. Эндометриоз деп қояды. Сосын енді осы былтыр август айында барып УЗИ-ға түскенімде маған айтты, сізге тезірек биопсия жасатып, эндометриозды алып тастау керек деді. Сөйтіп сентябрь басталып кетеді, августтен кейін. Жаңа уақыт жоқ, таңертең тұрам жүгіріп кетемін ше сабаққа. Сонымен енді жаңа күйеуім айтады ғой, мынаның пайдасы бар, осыны іше бер деп айтып қояды енді. Эндометриозға бұның пайдасы бар ма жоқ па деп. Сосын ол кісі маған айтты, сіз операцияға, биопсияға сіз әйтеуір үлгересіз деді. Сіз пока 3-4 ай осыны ішіп көріңізші деп осылай айтты да. Жарайды енді бұны ішемін бе, ішпеймін бе, мен тиіп қашып ішемін ғой, таңертең бір ішіп кетемін, кешке бір іше саламын да. Бірақ маған Мейрамгүл ханым айтты, сіз уақытымен ішіп отырыңыз деді. Сөйтіп енді январь айында сәл бос уақытым болды, каникул кезі, тезірек барайын да, жаңа биопсиясын жасатып, эндометриозды алдырып тастайын дедім ғой енді. Өйткені ол жаңағы жаман ауруға айналады екен егер алдырмасам. Енді әйелдердің көбісінде бар шығар ол эндометриоз, жаңағы киста дегендер.